бір күндік несі. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз бүгін онлайн форматта өтетін ашық есік күнін бастай жатырмыз. Асқар Қуанышбекович, бастай беріңіз. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Біз міне Тараз қаласы нөмір 1-ші мамандырған өрт сөндіру бөлімінің бір күндік өмірін көрсетіп кеп тұр. Ол бізде күніге басталады ауысымнан. Ауысымда бізде біздің бөлімде күнде 10 адамнан 12 адамға дейін түседі. Күніге өздерінің жауынгерлік киіммен, аппараттармен бәрін тексеріп, бәрін қабылдап алады. Жұмысқа олар келгенде не күтіп жатқанын ешкім білмейді. Бүйтіп атап айтқанда біздің өзіміздің өрт сөндірушілердің бәрі өз тірліктеріне профессионал дейді, бәрі шеберлер. Азанда өздерінің қажетті құрал-саймандарын бәрін қабылдап, әрдайым шақыруға дайын болады. Бүйтіп қарап айтқан кезде міне ауысым басшысы, бөлімше командирі, үстілерінде жауынгерлік киім, арқаларында аппарат, түтінге, біз демаламайтын жерлерде жұмыс істегенге өздерінің күнделікті өмірінде бір рет емес бірнеше адамдарды құтқарған қарасты қызметкерлер де бар. Бұл жерде атап өтсек, біздің жүргізушілер бөлімдегі техниканың бәрін жоғары деңгейде сақтап, бір жері қыр-сыры бұзылу бастаса уақытын жөндеп, бір рет осы уақытқа дейін өртте техника бұзылу тағы да басқа фактор болған емес. Ол жағында біздің жүргізушілерде атап өтуге болады. Өрт сөндірушілер олар әрдайым дайын, өздері физикалық тартымды, сыртқы көз көрінісін айтып тұр. Сонымен қатар күнделікті бұлар өздерінің практикалық сабақтарын өткізіп, қандай төтенше жағдай болса да, қандай өрт болса да, дайын ретінде өзін мен бұларға сенемін. Ары атап айтқан кезде бізде өрт сөндіру бөлімінде техникалар бізде бәрі жаңа, соңғы технология бойынша. Осы техникалармен біз өрттерді сөндіргенде қорқпаймыз. Бұларға қажетті жерге жеткізіп, қажетті суды да көбікті де бере алады. Өрт сөндірушілердің бәрі жұмыстар оңай емес. Күніге азанда жұмысқа келгенде бірінші бұлар өздерінің жауынгерлік киімдерін, аппараттарын қабылдаған соң, бұлар қызметтеріне жазылады. Қызметтеріне жазылғаннан кейін бір тәулікте не күтерін ешкім білмейді. Бәріміз тілейміз енді тыныштық болсын, біздің елімізде тыныштық болсын деп, бірақ біздің өрт сөндірушілер әрдайым дайын екен. Біз ғана емес, оны басшылар да бәрі бақылайды. Сонымен қатар біз бұларға сенеміз. Енді қазір бұларда бүгінгі нарядты қабылдап қойды бұлар. Бізде күнгі сағат 9-дан 9-ға дейін жұмыс бұларда. Бұл жігіттерде әрдайым қажетті болса біз дабыл бойынша көтеріп жұмысқа шақыра береміз. Бізде 4 ауысым, оның ішінде бетіп атап айтқан кезде бұларда 4 күнде бір рет түседі. Сонымен қатар болады күндер, қашан бұларды күніге ма таулы жерлі аумақта, құмды аумақта өрттерде немесе қалада жоғары шақырым бойынша өрттер болып жатқан кезде біздің осы өрт сөндірушілерді шақырамыз. Сол үлкен өрттерге өздері келіп, өрттерді сөндіріп, үйлеріне қайтады. Енді ол қазір олар бәрі қабылдағаннан кейін бір күндік өмір дегеннен қазір бұлардың бәрі практикалық сабаққа шықсын, өздерінің қазір занятиялар. Ал біз техниканы таныстырып, кішкене өзінің техникада құрал жабдықтар бойынша айтып өтіп, сіздерді таныстырып өтейін. Бірінші мына ауысым баш занятие. Енді бүйтіп қарайын айтсам, түзел, күттір, енді, достар. Бізде бүйтіп атап айтқанда, бізде ең соңғы техникалар деп айталамыз. Біздің өрт сөндіру бөлімінде. Біздің өрт сөндіру бөлімінде 2 ауысым, 2 бөлімше және бір саты күніге жауынгерлік дайындықта тұр. Дабыл бойынша шыққан кезде, 1 минуттың ішінде осы өрт сөндіру бөліміне шыққан Тараз қаласының барлық аумағына шыға береді өрттерге. Бүйтіп атап айтқан кезде бірінші бөлім, бұл жерде 2,5 тонна суымен, ішінде 200 литр көбігімен
жауынгерлік дайындықта бұл машина дайын тұрады, әрдайым. Машина сумен тола. Біздер көп адамдар айтады ғой, өрт сөндіру автокөлігі, өрт сөндірушілер сусыз келді дейді, басқаны ондайды да. Ондай бізде болғандай емес, болмайды. Енді есептесеңіз 40 литр секунд судың несі, расходы бұл машинелерде. Барған кезде бірнеше қатты жаныватқан өрттерді, жалпы өртті басу үшін жылдам көбірек су береді. Сол кезде бізде су жылдам бітеді. Ел ойлайды сусыз келді деген. Одан басқа деп атап отырған кезде екінші бөлімше біздің бұл жерде 5 тонна су бар. Қазір өрт сөндірушілер өздерінің сығымдалған ауа аппараттарын өзінің қоятын арнайы жеріне қойып қойды. Қазір есе бізде өрт тағы да басқа дабыл бойынша шығатын болса, олар келіп машинеге отырып шығаттағы ана сығымдалған ауа аппаратын киіп алып, олар уже қорқпай демаламайтын жерлерде, адам түтінді жерлерде, тағы да басқа жерлерде жұмыс бергенге олар бәрі дайын екен, көріп өттіңіздер. Енді біз қарап өткенде кішкене мына техникаларды атап өтейік, отсектерді көрсетейік, немен жұмыс істейді, қалай жұмыс істейді. Міне қазір мына автокөлікте есікті ашып, міне көрсетсем, міне біздің үш жақта міне аппарат бәрі дайын тұр. Қосымша резерв баллондары да бар. Өрт сөндірушілер келеді, кіреді, ары қарата өрттерге бара береді. Сонымен қатар бізде өрттерді сөндіргенге мұнай өнімдері болсын, тағы да басқа өнімдері болса, үстің жағында курга 5 деген көбік түзгіш оқпандары тұр үстің жағында. Сонымен негізгі мұнай өнімдерін көбікпен өшіріп алатын мүмкіншілігі бар автокөлікте. Сонымен қатар әр автокөлікте құрал жабдықтар толық қамтамасыз етілген, жеңдер, оқпандар, әртүрлі лом, колонка дейді. Оның бәрі не үшін? Әр өрттерге байланысты, өрттің қиындығына байланысты осы құрал жабдықтармен біздің өрт сөндірушілер пайдаланады. Бұл ғана машина емес. Бізде сонымен қатар қаладағы төтенше жағдайларға шығады. Қалада төтенше жағдайлар әртүрлі болған. Былтыр 9-шы микронда жарылыс болған кезде көп пәтерлі үйде тағы да басқа автокөліктер жол көлік оқиғасы болған кезде міне бізде аса 20 деген қазір біздің өзіміздің арнайы автокөлігіміз бар. Бұл автокөліктің іші толық қамтамасыз етілген, автономды жұмыс істегенге сол жерде күн түн тәулік бойы тоқ бергенге міне мына жерде өзінің тоқ беретін аса 20 деген сөз ол 20 киловатт бере алады. Тоқты сол жерде сол көлемді жарықтандырып, сонымен қатар мына автокөлік құтқару құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Көрсетіп өтсек сол 9-шы микронда тағы да басқа жерлерде гидравликалық аспаптармен сол жерде жұмыс істеді біздің өрт сөндірушілер. Адамдар шығарып кезде міне осында машинеде носилкасы да бар, шиналар да бар. Аяқ сынады ма, басқа жері сынған кезде біздің өрт сөндірушілер толық шиналармен адамды байлап тастап, носилкаға салып, бірінші медицина көмек көрсетіп, біздің медицина қызметкерлеріне сол адамдарды өткізе береді. Сол бірінші көмек бәрі іскер парамедик деген оқып өткен бәрі бірінші алғашқы медицина көмек бере алады. Оның бәрін бізге қажеттілігі ол біздің төтенше жағдай министрлігі қазіргі оған қатты көңіл бөледі. И тура соған әр өрт сөндіру бөлімде осындай арнайы автокөліктер болғаннан кейін басшы ретінде мен де көп көңіл бөлемін. Мен машина әр отсегінде өзінің арнайы заттары бар жұмыс істегенге. Сол үшін бұл машина әрдайым дайын. Жүргізуші келеді, қасына өрт сөндірушілер өртте болып жатқан кезде қосымша жігіттерді өзіміздің жігіттерден бауырларымыз шығып адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізе береді. Ол бір күндік өмірде одан басқа бізде көктемдік тасқын сондай күндері бізде жылда
Қазақстан Республикасы бойынша біздің автокөліктер шығады. Ол бізде атап айтқанда ПНС деген машинеміз. Ол машина біздің Таразда ғана емес, Жамбыл облысы ғана емес, бүкіл Қазақстанда аралап шыққан машина. 82 жылғы болғанымен оған өте көңіл көп бөлінеді. Бұл автокөлікке 110 литр секундына качать етеді. Сонымен қатар мына Солтүстік Қазақстан облысы алдыңғы жылдар биыл Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауылында өте жақсы жұмыс істеп келді. Ол жерде 2 апта бойы тоқтамай жұмыс істеді. Техника уақытылы оған осмотрын жасап, қызметін көрсетіп, техниканың бәрі 80 жылы болғанымен, бірақ біздің жүргізушілер соған көңіл күй көп бөлінгендіктен осы машина осы уақытқа дейін керемет жұмыс істеп жүр. Сонымен қатар бізде өрт сөндіру сатысы бар. Бұл сатыға жүргізушілер арнайы оқытылып, осы уақытқа дейін қазір осы біздің сатымыз өте бітіп барған кезде жаңа деп те айтуға болады. Жаңа инновациялар бойынша жасалған бұл саты. Бұл сатыда біздің жүргізушілер арнайы допускі барлар ғана осы сатыға отырады, солар ғана жұмыс істейді. Ол кішкене бітіп айтқанда олар арнайы деген, олар стаждары бар, кішкене машина автокөлікті уже біраз айдап үйренген. Бұл не үшін? Біріншіден бұл өте үлкен машина. Сонымен қатар сатымен дұрыстап жұмыс істеу керек. Ана телевизорда басқа жақта крандар аударып жатады, басқа нәрсе болады. Тура соның бәрін біз нұсқау айына бір рет жүргізушілермен жүргіземіз, сатымен күніге азанда жүргіземіз, жүргізушілермен тағы да. Қалай болады? Бірінші техника қауіпсіздігін сақтап, сатыны дұрыстап қойып, осының бәрін күніге аузында жүргізіп отырған кезде, осы уақытқа дейін ондай бізде жаман оқиғалар болған жоқ. Саты жақсы жұмыс істеп жатыр. Бүйтіп қараған кезде бірнеше күн бұрын осы сатымен қалың үстінен мысықты да құтқарамыз. Ондай да болады. Сонымен қатар бізде техникаларын тағы да қарап өтейік. Алдымызда бізде тағы часть бойынша 14 единица техника бізде. Ол бүйтіп қараған кезде бізде өте үлкен өрт сөндіру бөлімі, гараждың өзі мына жерде 12 автокөлікке арналған. Сонымен қатар бізде арт жағымызда тағы да бокстар бар. Ол жерде тағы да бізде команда штабная машина бар. Ол бізде Қордай ауданында связь жоқ болған кезде, көтеріліс болған кезде Астанамен, біздің Ақордамен прямой эфир ВКС жүргізген. Сол кезде біздің ең негізгі штаб сол машина болған. Ол жерде отырған әкім де болды, соның ішінде тағы да басқалар да болды. Ақордаға, Қордай ауданында не болып жатқан сол жерде түсіріп, сол жерде жіберіп жатқан. Ол автокөлік қазір бізде енді бөліп неде бокста, оны біз күніге ол да есепте, керек болатын кезде оның арнайы бізде байланыс отделдің қызметкерлері түседі, біздің жүргізушілер отырады. Үлкендер төтенше жағдай болса, сол жерге барып, спутник арқылы сол жерді суретін түсіріп, көрсетіп жібере алады. Енді арқылы тағы да атап айтайық. Бізде жаңа ПНС деп айттым, соның енді суын бір жаққа көшіру керек қой. Сол көшіретін бізде міне алдымызда автомобиль рукавный деген бар. Ол автокөлік 2 шақырымға дейін өзінің жеңдері бар. Жеңдері бәрі өте керемет. Мақтаарал ауданында жұмыс істеген кезде 1 шақырым 200 метрге дейін жеңдер созылған. Именно ауылдың ішінен, ауылдың сыртына сол жерде суды көшіру жұмыстары жұмыс істеді. Сол кезде басқа салонда біздің ғана ЧС-дің біздің өрт сөндіруші емес, тағы да басқа да облыстардан келіп жатқан кезде автокөліктер ескі, қай жылғы дегенде ол автокөлік рукавныймен бірге 85 жылғы рукавный. Сонымен қатар сақадай сайдай, онда біз күніге қарап, өстіп, оны сақтап жүрміз. Енді арғатыр біз жай-жайдан КТВ, тағы да басқа нәрсені көрсетіп өттім. Сонымен қатар енді өрт сөндірушілер өртке барған кезде өртте шаршап келеді. Бұларға бүт дейді ғой, осы бөлімде жағдай жасалғанда олар біздің өрттен келгеннен кейін енді әр адам жуынбайды ма? Кішкене таза болсын.
бізде душ жылы суымен келеді, жуынып алады. Сонымен қатар демалыс бөлмесі кішкене, онда міне қазір көрсетіп өтейік. Оған да келеді. Сонымен қатар кішкене мына жерде бір көрсетіп өтейік. Бізде енді спорт бұрышы кішкене деп айта аламыз. Біздің өрт сөндірушілер бос кезде осы жерде гаражда спорттық инвентарьмен өздері күніге занимация етеді. Олар мысалға қолдары бос, төтенше жағдайлар жоқ болған кезде кішкене күштерін күшейтеді. Тағы да басқа біздің аулада волейбольный площадка бар. Ол жерде кішкене доп ойнап, оған да біз қатты көңіл күй бөлеміз. Не үшін? Біздің өрт сөндірушілер әрдайым дайын болу керек. Но бірақ өрттен кейін кезде олар шаршайды. Шаршамайды деген адам жоқ. Сол шаршағанда бір 5-10 минут кішкене демалып алып, жаңалық көргенге бізде демалыс бөлмеміз бар. Көрсетіп өтейік. Міне мынау қазір біздің өрт сөндірушілердің демалыс бөлмесі. Біз міне кішкене, мына бұрышта біз кішкене кешкісін отырған кезде осы жерде қазақтың салт дәстүрі болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін біз кішкене қазақтың өзіміздің еске алып, міне домбырамыз бар. Біздің арасында жігіттер домбыра шертетін. Мына жерде телевизор, кішкене телевизор көріп, тағы да басқа уақыттарды осы жерде кішкене дивандарда демалып өтеді. Сонымен қатар бізде міне мынау демалыс бөлмесі. Мына жерде бізде түнгі уақытта біздің өрт сөндірушілер демалады. Бірақ демалғанда олардың үстілеріндегі киімдерін, камуфляж деп айтамыз, біз киіп жүрген бұны шешпейді. Үйдегілер шешініп іш киіммен жатады деп айтпаймыз. Олар әрдайым дайын. Етіктері тура аяғын жанында дабыл бойынша көтерілгенде тұрады, жүгіріп автокөлікке отырады да жауынгерлік киім киіп өрттерге шығады. Біз оған да жақсы көңіл күй бөлеміз. Енді қазіргі уақытта біздің өрт сөндірушілер сыртта дайындықтар жүріп жатыр. АБР мен лабораторияны айтып жібересіз бе? Айтып өтейін. Міне қазір біз екі автокөліктің ұмытып біз айтып тұрмыз. Мына автокөлік бізде АБР, автомобиль быстрого реагирования дейді. Бұл автокөлік не үшін? Мына микрорайонның ішінде, бұл да дайын шығуға, микрорайонның ішінде ыңғайлы, микрорайонның ішінде жолдар пәс, талдары бар, қысылған, сол кезде бұл осы автокөлік шығады. Ішінде 800 литр суы бар. Сол себептен бұл сонымен қатар бұл өте жылдам жүретін автокөлік. Микрорайонның іші тағы да басқа бір қатты естиміз, мына қатты не болмайтын жерде мына пәтерлерде енді өрт басталып жатыр дегенде осы автокөлік шығатқанға сол жерде жылдам сөндіріп алады. Сонымен қатар бізде өрттер қай неден шықты, қалай болды деген кезде бізде мына жерде тағы да біздің жылжымалы зертханамыз бар. Зертхана бұл арнайы бізде жоғарғы екінші басқармада бізде қызметкерлер бар. Сол қызметкерлер осы зертхананың ішіндегі заттарын бәрін біле отырып, біз өртті тағы да басқа неден шыққанын, себебін, соның бәрін біле отырамыз. Зертхана барады, зерттейді, ішіндегі құрал-саймандары жылда сертификациядан өтеді. Бәрі Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес, соның бәрін біз сертификаттарын өткізіп, олар алаттағы әр өрттерде тағы да жан оқиғасы болсын, неден шыққанын заключениесін бере алады. Енді біз осымен тоқтамай, бізде осы біздің дабылдардың бәрін қабылдайтын, ол біздің өзіміздің арамызда диспетчер деп айтамыз. Радиобайланышlar. Бізде радиобайланыш пункті бар. Ол жерге бүткіл 101-ден тағы да халықтан телефон арқылы, ұялы телефон арқылы бізге хабар түседі. Сол хабар түскенде осы біздің мына жерде байланыс бөлімінің байланыс пункті күніге ол жерде бір қызметкер отырады. Осы қызметкер әрдайым өзінің несінде отырған кезде 101-ден тағы да басқа жақтан бізге хабарлама түссе, дабыл бойынша көтеріп,
біздің өрт сөндірушілерді сол мекенжайға жібереді. Іс жағынан қарап өтейік кішкене. Міне мынау біздің бөлім байланыс пункті. Бұл жерде біріншісінен бетіп қараған кезде біздің қаланың картасы толық. Қай жерде қандай гидранттар орналасқан, өрт болған кезде өртке біздің радио байланысшымыз жіберген соң, мына картаға қарайтағы алдында планшеті бар. Қай жерде қандай өрт болып жатыр, жақын жерде қандай су көздері бар, сол су көздері қажет емес пе, сол жақын жолдардың бәрін айтады. Бізде өз журналда қазіргі уақытта мына біраз жөнделу жұмыстарына байланысты олардың бәрі бізде журналға жазылған. Сөйтіп машиналар шығып жатқан кезде оларға алдын ала айтып отырады. Міне шыққан кезде мына жерде оңға, мына көше мына жерде мына екі ортасы қиылысы қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жермен сіз өте алмайсыз деп. Сөйтіп арғада біздің қызметкерлер оның бәрін біледі. Тура сонымен қатар бізде жедел жоспарлар, бұл аса маңызды біздің объектілерде, ол мектеп, тағы да біраз нәрсе көп жиналатын орындарда. Ол жерде өрт болатын болса, осы ненің арасынан алып береді. Жылдамдатып, өрт сөндіру планы бар, өрт сөндіру карточкалары бар. Сол кезде олар барған кезде нысанды нақты біліп тұрады. Ішінде қандай, ішіндегі әр қабатында қандай бөлмелер бар, қабатында қай жерінде тоғы өшіріледі, қай жерінде су көздері орналасқан, айтылғы орыстарда бәрін білген вооружен деп. Міне біздікілер уже барған кезде планшетті ашып, планшеттің ішінен бәрін біле отырады. Қай жеріне кіріп, қай жерді жылдам өшіріп алуға. Мына жерде міне, жаңа бүйтіп атап өткенде бізде міне радиостанция, 101 мен бірнеше телефон, ішкі телефон, прямая линия, мынау өзіміздің бөлімнің дабыл бойынша бәрін шақыртып, сөйлеп, қай жерде мекенжай болып отқан, біздің диспетчердің жұмыс істейтін жері осы. Енді арғата, сыртқа қарата шығып, мен сырт жақта қалай олар сабақ жүргізеді, одан басқа қалай олар қай жерден нақты қандай сабақтар жүргеннен басқа бізде өзіміздің өрт сөндірушілер дайындайтын оқу жаттығу мұнарамыз бар. Сонда бір көрсетіп өтейін.